Бәріңізге ассалаумағалейкум, қалыңдарыңыз қалай? Ал сіздерді өтіп кеткен аналар мейрамымен құттықтаймын. Бүгін мен ютубқа өзім керемет тақырып салайын деп отырмын. Сіздер осыны соңына шейін көрсеңіздер, чтобы сіздер нақты білім алу үшін, нақты нәрселерді үйрену үшін соңына шейін көрсеңіздер деп соны айтамын. Точнее, соңына шейін көріңіздер, сіздерге пайдалы болады. Пайдалы болмаса, мен бұл видеоны салмас едім. Енді мен сіздерге бүгін не туралы өтейін деп отырмын. Бүгін мен сіздермен SNR стратегиясы және де ордер блок, сосын интересный зона, поддержка, сопротивление уровендер дегенімізіне, соның бәрін, тренд дегенімізіне, соның бәрін үйрететін боламын. Тек сіздер осы видеоны соңына шейін көріңіздер. Соңына шейін көрмесеңіздер түсінбей қаласыздар. Ал біз сабағымызды бастайық. Мен кеше, то есть бүгін таңертең, кеше анализ жасап, кешке жақын анализ жасап, өзім сделкамды қарастырған болатын. Биткоинда әрине. Бірақ сіздерге биткоинмен жасамауларыңызға кеңес беремін. Мен бұл жерде лонг позиция қарастырған болатын. Неге мен лонг позиция қарастырдым? Біріншіден тренд куда? Тренд восходящий емес, нисходящий. Тренд бізде нисходящий біріншіден. Ал екіншіден бізде мына жерде не бар? Қандай аймақ бар? Бізде мына жерде сопротивление уровені бар. Осы сопротивление уровеннен қайта асалмаған. Бірінен кейін бірі асалмай, содан кейін мен соны байқап, мына жерде покупательдердің свечалары өте слабый болған. Осы жерді байқап, мен уже покупательдерде күш жоқ екенін байқадым. Объемдарды тоже бірден кейін бірі слабый. Және де астыңғы жағында поддержка уровені, оның астында интересный зона бар. Сол интересный зонаға шын барады деп мен өз жолымда лонг позиция қарастырған болатын. Енді бұл лонг позицияның міне мен белгілеп қойғам. Бірінші бізде ФФГ интересный зона, екінші поддержка уровені, үшінші тренд, төртінші астындағы үлкен поддержка уровені бар. Осының бәрі әсерін тигізіп, бағаны лонг позицияға алып кетіп жатыр. Өте керемет. Негізінде бұл трейдинг саласында сіздер әркімнің стратегиясы әрқалай. Әркім әрқандай анализбен жұмыс жасайды. Әркімнің әрқалай структурасы әрқандай. Сондықтан өздеріңіздің структураларыңызды қалыптастырып алыңыздар, біріншіден айтарым. Содан кейін барып реальный счетқа өтіңіздер. Алғашында бір 2-3 айдай демо счетпен көріңіздер. Трейдинг View платформасымен көріңіздер. Чтобы реальный счетқа өту үшін. Сол реальный счетқа өткен кезде уверенно анализ жасап, уверенно плюсқа кіру үшін андай дірілдеп, қобалжып анализ жасаған кезде. Ондай болмас үшін сіздер демо счетпен бірінші көріп алыңыздар. Мына жақта тоже қарастырған болатын. Лонг позиция мына жақта да қарастырған болатын. LTS USD да бізде ақырындап өте керемет кетіп бара жатыр. Бұл жерде мен қалайынан түсіндім. Тренд нисходящий. Уверенно нисходящий кетіп бара жатыр. Мына жерде қарап отырсаңыздар, әр максимум
бірінен кейін бірі төмен. Әр максимумы бірінен кейін бірі төмен. Көрдіңіздер ме? Осыны байқадыңыздар ма? Мен соны байқадым. Және де мына поддержка уровеніне келді базарлық. Бірақ мына жерде қарасақ, объемдарына қарасақ, продажалардың өте керемет болған. Осы жерде мен түсініп қойдым, чтобы жарып өтіп, астындағы поддержка уровеніне уверенный түрде барады деп. Өздеріңіз қараңыздаршы міне. Мына үш свечаның объемына қараңыздаршы. 1, 2, 3. Үш свечаның объемына қараңыздаршы. Бірінен кейін бірі жоғары ғой. И бұлардың свечалар қатты слабый емес. Мына жердегі покупательдердің свечалары қандай? Бірінен кейін бірі слабый. И объемдары да соған сай бірінен кейін бірі әлсіз болып келді. Бұл жерде негізінде көбінесе мен сіздерге айтайын, мына 3 нәрсе жақсы жұмыс жасайды. Біріншісі әрине тренд. Екіншісі әрине свеча. Свечаның әлсіз мықты екенін анықтап алсаңыз, сол да жеткілікті. Үшіншіден, ол бізде структура. То есть структура дегеніміз бағаның былай түсіндірейін сіздерге. Бағаның максимум, минимум, минимум, максимум, минимум, максимум, минимум, максимум, минимум, максимум, минимум, максимум. Өсіп жалғасып, если максимум бұзалмаса, тренд ауысып, наоборот, минимум, максимум, минимум, максимум деп кетеді. Осыны бізде структура дейді. Ол қалай? Не? Мына максимум бізде не істеді? Баға осы максимумына жетті и көтеріліп кетті. Мына минимумына бара алмады, жете алмады. Сөйтіп минимумына жете алмай тренд кете береді. Ал минимум міне мына жерде максимумына жете алмады. Наоборот, минимум жарып кетті, бізде тренд өзгерді. Тренд өзгеріп, қайтта сол минимумға келіп, уже сол жерден жарып өтпей, уже тренд ауысты. Сол бізде структура деп атайды. Мен соны түсіндімде, чтобы структураны түсіндімде, мінекей мен сіздерге сызып көрсетейін даже. Минимум, максимум. Минимум, максимум. Минимум, максимум. Минимум. Енді осы жерге шейін келеді де, осы жерден ложный пробитие жасап, үстіге қарай өз жолын жалғастырады деген үмітіміз бар. Осы себепті мен астыға лонг позиция қарастырған болатын. Сіздерге де көбінесе структурамен, және де свечамен, және де трендпен жұмыс істегендеріңізді сұраймын. Сонда ғана сіздер плюсқа кіресіздер. Әрине, бұл жерде тек осы үшеумен ғана шектеліп қалмаймыз. Объемына қараймыз. Объемы қандай, ол свечаның объемы қандай, объемдарында күш бар ма, және де бізде немені поддержка, сопротивление уровендерін бұзды ма, ликвидностьті шешті ма, шешпеді ма, соның бәрін біз қараймыз. Тек қана бір нәрсені қарамаймыз, осылардың бәрін қарау арқылы біз өзіміздің позициямызды ашып, плюсқа уверенный түрде кіретін боламыз. Және де мен алдындары басқа валюталарға да, мен негізінде биткоин, криптовалюталармен сауда жасамаймын. Жай ғана олармен тәжірибе ретінде ғана позиция ашамын TradingView платформасында. Себебі бізде TikTok каналымды көрген болсаңыздар, айтқам, қамадымы Қазақстан мұсылмандық сайтында сол жерде жазылған биткоин харам. Чтобы олар біздің салған инвестициямызға олар қару-жарақ, есірткі өнімдерін сатып алады екен.
мен позицияларым, ашқан позицияларымды көрсетіп өтейін сіздерге. Алдында осындай валюталарда минус болғанда кезім бар, плюс болғанда кезім бар. Минус болған кезімде сіздерге минусын айтатын боламын. Міне, мына позицияны көрсетіп өтейін сіздерге. Бізде тренд нисходящий. Тренд бізде нисходящий. Ал бізде мына жерде қараңыздаршы. Неме бар. Бізде осы жерде поддержка уровені бар. Поддержка уровені, мына жақта сопротивление уровені бар, зеркальный остановка бар. Осы зеркальный остановканы бізде жарып өтті. Мен осы жерден үстіге деп қарастырдым. Өте уверенный түрде 2-3 сағаттың ішінде бізде take profitімізді шешіп кетті. Осы аймақты поддержка уровені, зеркальный остановканы бізде астыға жарып кете алмады, сондықтан үстіге кетті. И және де бізде объемдар қалай? Бірінен кейін бірі көтерілген. Но мына жақта объем қарасақ, продажаның объемын қарасақ, қазір жақындатып көрсетейін. Мына нәрсені қараңызшы. Продажаның объемы бірінен кейін бірі жоғары. Жақсы, ол жарайды. И мына жерде қарасақ, свечасы қандай? Свечасы өте әлсіз. Және де осы астыңғы поддержка уровеніне жете алмай бізде баға көтеріліп кеткен. Көрдіңіздер ме? Осы нәрсені байқаңыздаршы. Міне, мен сіздерге когда түсіндірейінші, баға былайынан түсіндірейін. Мінекей, баға өстіп келіп, то есть қазір өші жасайын оны. Бізде жаңағыдей нисходящий тренд болса, бізде осылайынан обязательно астында поддержка уровені болады. Міне мынау поддержка уровені деп есептейік осы жер. И және де баға үстіге көтеріліп келіп осы поддержка уровеніне жете алмаса, қайттан түскен кезінде жете алмай көтерілсе, онда және де осы аймақтарды сопротивление уровенін жарып өтсе, онда біз не істейміз? Сделкамызды әрі қарай үстіге деп қарастырамыз. Себебі бұл жерде уже трендтің ауысуы бар. Тренд бізде ауысты бұл жерде. Бізде нисходящий тренд болды. Енді осы жерден бастап бізде восходящий тренд болып ауысты. Өте керемет. Сіздер соңына шейін қараңыздар видеомды, чтобы әлі талай нәрсе айтам. Соның бәрін дәптерге жазып алыңыздар, керекті жерлеріңізді. Және де басқа валюталарды ашып көрсетейін. Мына валютада істемеппін. Вот міне. Бірақ мен пятница күні істеген соң рынок волатильность болды. Өте қатты қозғалыста болды. Сондықтан мен байқап өзімнің біліміме сеніп анализ жасаған болатын. Енді бұл жерде қарайтын болсақ, бізде тренд тоже куда? Восходящий. То есть нисходящий. Тренд бізде нисходящий болды бұл жерде. Және де астында мына бір аймақта поддержка уровені болды. Және де үстіңгі жағында әрине сопротивление уровені, зеркальный остановкасы болды. Мынау үстіңгі жақта сопротивление уровені, то есть міне. Мынау сопротивление уровені. Міне. Ал мынау зеркальный остановка. Зеркальный остановка дегеніміз бізде мына жағында сопротивление уровені, мына жағында поддержка уровені болса, бұл зеркальный остановка деген. Сондай. Енді бізде сол остановканы тесіп жарып өте алмады. Қайта келіп жарып өте алмады. Және де мына жерде қарайтын болсақ,
продажалардың объемы өте керемет болды. Свечалары да жақсы болды. Покупательдердің объемы бірден кейін бірі төмендеп, свечалары откатный болды. Мына жерде откатный болды. Мына жерде билет келді. Продавец астыға қарай өз жолын түсір жүрді. Негізі покупательдер көтерген болатын. Осы зеркальный остановкаға келген кезде продавецтер өзіміз аламыз деді, күшті өзімізге аламыз деді, бірақ түсірген болатын. Осы жерде мен түсіндім осы нәрсені. Қазір мен сіздерге осындай свечаны түсіндіріп кетейін. Когда бағада осылайдан свеча шығады. Қазір свеча шығады осындай. Кішігірім былайынан свеча шығады. Оның теласы, то есть теласы осындай ұзын болады. Астындағы теласы да тоже осылайынан ұзын болады. Мінекей, былайынан созсақ. Мына жақтарда зеркальный остановка болады, чтобы мінекей. Енді бағаны қараңыздар. Мына жерде зеркальный остановка келді. Бізде осы зеркальный остановка келді, өте жақсы. Бірақ зеркальный остановка келіп, баға өз жолын астыға қарай түсіріп кетті. Қанша рет зеркальный остановка келсе де, бұл жерде остановкадан баға өз жолын жалғастырып кетті. Нисходящий трендпен. Және де қайттан көтерілсе осы жерге шейін бағада объемында әлсіздік пайда болса покупательдерде, онда уверенный түрде біз өз позициямызды шорт позиция қарастырамыз. Мінекей, өте керемет. Осын түсінді деген ойдамын сіздерге. Не тағы бір рет түсіндіріп өтейін. Баға когда үлкен қозғалыспен, мысалы бізде тренд нисходящий ғой. Енді үстінде бір зеркальный остановка бар. Осы жерден баға үлкен қозғалыспен лонг позиция көтерілді. Бірақ лонг позиция көтерілсе де, осындай пустой теласын қалдырып кетіп, шорт позицияға көшті. Осындай болса, теласын қалдырып кетсе, ұзын теласын қалдырып кетсе, және де астыға қарай қатты қозғалып кетсе, ол бізде продавецтерде күш бар, мықты деген сөзді білдіреді. Мінекей, осы бізде бағаны осы зеркальный остановкаға келген кезде қайттан астыға кетіреді деген белгі. Бұл сондай белгі. Бірақ бұл точно 100% істелмейді. Өйткені сіздер 100% істелу үшін сіздер остановкаларды табуларыңыз керексіздер. Трендті анықтауларыңыз керексіздер. Менікі сияқты осылай трендті анықтап алып, зеркальный остановкаларды анықтап алып, зеркальный остановкалардан жарып өтті ма, жарып өтпеді ма, соны байқап алып, содан кейін барып позициямызды қарастырсақ болады. Мінекей, сол остановкадан, зеркальный остановкадан бізде поддержка уровень үшін барады деп уверен түрде қарастырған болатын. Уверен түрде позициямыз плюс болды. Енді мен сіздерге басқа валютаны көрсетейін. Минус болған валютам бар қазір. Қай валюта екен? Қазір көретін боламыз. Минус болып қалған позициям болған. Мен сіздерге қорықпай, ұялмай минусымды да көрсете беремін. Өйткені сіздер мына нәрсені түсініңіздер. Адамдар всегда плюста болмайды. Всегда плюста болмайды. Минуссыз плюс ешқашанда болмайды. Ал тек қана плюсын көрсететін адам, ол мүмкін инфасыған болуы мүмкін. Ана ситуацияны көрсетіп кетейін мен сіздерге. Бұл жерде тренд куда? Конечно, повышение кетіп бардыр.
восходящий тренд уверенный түрде кетіп бара жатыр да. Ал мен мына жерден не үшін лонг позиция қарастырдым? Біріншіден тренд әрине восходящий. Екіншіден бізде осы жерде поддержка уровені болды, мына жақта зеркальная остановка, мына жақта сопротивление, осы жақта поддержка уровені болды. Үшіншіден бізде осы зеркальная остановканы жарып өтпеді, және де осы жерде үш свеча шықты. Сол свечалардың объемдары қандай? Өте керемет. Қараңыздар, мен сіздерге былайынан көрсетейін. Объем қандай? Өте керемет. Свечалар базар жоқ, слабый болған шығар. Бірақ ол когда баға зеркальная остановканы жарып өтпесе, және де объемы көп болса, свеча слабый болса да, ол восходящий трендті жалғастырады. Тренд бойынша жалғастырады. Және де өте керемет. Ал продавецтердің свечасы мен объемына қарайықшы. Мына свечасына қарайық. Продавецтер міне. Покупательдердің объемынан кішкентай ма? Кішкентай. Мына екі свечаны қарайық. Бірден кейін бірі төмен ба? Төмен. Покупательдердің объемы всегда үлкен болып отырған. Сондықтан мына жерде еще продавецтердің белгісіздік свечасы ашылған. Бұл белгісіз свеча, что астыға кете ма, үсті кете ма, белгісіз болып тұрды. И бір кез зеркальная остановка келді. Одан кейін ақырын көтерілді. Что уже бізде күш бар деді покупательдер. Продавецтер наоборот, бізде күш бітті, болды, біздің уақытымыз аяқталды деді де, өздеріне покупательдерге жолын бере салды. Мен сол жерде лонг позиция қарастырған болатын. Қай жаққа үшін? Әрине үстіңгі сопротивление уровені үшін. Ал ендігі минус болған позициям қайда айтқан? Минус болған позициямды көрсетейін. Көрсетейін деп едім, таппай қалдым. Жарайды, минус болған позициямды өшіріп саған қойдым. Таппай қалдым что-то. Бірақ минус, жестко минус болған. Ал енді мінекей мен сіздерге SNR деген стратегияны үйретейін. Бізде SNR. Бізде SNR мінекей. Бұны аяғына үшін қараңыздар. Сонда сіздер түсінетін боласыздар. Бұл қалай жұмыс істейтінін сіздер түсінетін боласыздар. SNR бізде support, нейтралка деген сияқты, тоже сондай шығар. Білмеймін нақты, бірақ R resistance деген. Support, resistance. Support ол бізде әрине астыңғы қолдау аймағы. Ал resistance дегеніміз үстіңгі, то есть астыңғы поддержка уровені support деген. Ал R деген, resistance деген, ол бізде үстіңгі қолдау уровені. Түсіндіре алдым деген үміттемін. S support, R дегеніміз resistance. Байша айтқанда поддержка, сопротивление деген ғой. Енді мен сіздерге бағада түсіндірейін. То есть валюталарды түсіндірейін. Қазір мен сіздерге алтынды қосып алайын. Жарайды. Бағаларды түсіндіре салайын, валюталарды түсіндіре салайын. Мінекей, любой валютаны ашқан кезде бізде SNR стратегиясы қалай жұмыс істейді? Мен сіздерге үйретейін. SNR, жаңағындай айтқанымыздай,
S support тойына мына жағынан көрсетейін. Мінекей сіздерге мына жақтан көрсетейін. SNR дегеніміз мінекей support. То есть қазір сіз ойлайын. Support қолдау аймағы, resistance қарсылық аймағы. Бізде мына жерге қараңыздар. Мына жерге қараңыздар қазір. Міне, бұл resistance аймағы. Resistance аймағы қандай аймақ? Бағаны үстіге қарай long позицияға жібермейтін сондай бір аймақ. Ал support деген қарсылық, то есть қолдау, resistance қарсылық. Support қолдау аймағы бағаны астыға қарай жібермейді. Астыға қарай кетіп қалса, тренд өзінің жолын әрине жалғастыратын болады. Бүгін бізде әрине вторник, то есть воскресенье. Бүгін валюталар жабық, сондықтан сіздерге плайнан көрсете алмаймын. Валюталар жабық болғандықтан сіздерге осы сабақты до конца аяғына шейін көрулеріңізді сұраймын. Өйткені сіздердің бұл сабақта кетірген бір сағаттарыңыз, бір жарты сағаттарыңыз, бір жарым сағаттарыңыз ол сіздерге болашақта пайдасын алып келеді. Сіздердің бостан бос уақыттарыңыз кетпейді, чтобы. Мен сіздерге айтарым, екі нәрсеге уақыттарыңызды жұмсай беріңіздер. Екі нәрсеге уақыттарыңызды аямай жұмсаңыздар. Оның біріншісі неме? Оның біріншісі Құдайға құлшылық, намаз. Екіншісі неме? Әрине екіншісі ол білім. Мінекей. Осы екі нәрсеге жұмсаған уақыттарыңыз сіздердің ешқашанда зая кетпейді. Мен уверен түрде айта аламын. Осы екі нәрсеге жұмсаған уақыттарыңыз ешқашанда зая кетпейді. Сондықтан осы сабақты аяғына шейін көрулеріңізді сұраймын. Бұл сабақтан түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, комментарийға жазып жіберіңіздер. Мен өзім жауап беруге тырысамын. Мінекей. Когда баға бізде енді мына жерге қарайықшы. Мінекей. Міне осы жерге қарайықшы. Бізде не істеді бұл жерде? Бұл жерде әрине support қолдау аймағын жарып өтіп кетті қалды. Жарып өтті, мінекей. Мына ар жақта бір белгілі бір баратын аймағы жоқ. Бұлай қарасаңыздар. Белгілі бір баратын аймағы жоқ. Сондықтан біз бұл жерден шорт позиция деп қарастыруға болмайды. Біз без подтверждения шорт позиция қарастырмаймыз. Біз чисто подтверждение арқылы ғана не істейміз? Сделкамызды қарастыратын боламыз. Мінекей. Мысалы бізде мына жерде қарастыруымызға болады. Нисходящий тренд кетті. Бізде осы жерде жаңағы сызған аймағымызда support, то есть resistance қарсылық аймағы тұр. Енді осы қарсылық аймағына қараймыз. Мына жерге қараймыз. Бұл жерде жарып өтті ме, жарып өтпейді ме? Бізде бағанағыдай айтқан свеча пайда болыпты мына жерде. Long позицияға көтеріліп, осы жерде жарып өтетіндей кейіп танытып, астыға алып кеткен продавецтер. Оның объемы қандай? Объемы жақсы. Но покупательдердің объемында жақсы болды оның алдындағы, бірақ свечалар қандай? Өте слабый. Жарып өтпеді. Бізде осы свечадан кейін келесі свечадан біз не істейміз? Long позиция қай жерге шейін қарастырамыз? Support қолдау аймағына шейін
уверенный түрде қарастыратын боламыз. Біз осындай ситуацияда ғана анализ жасаймыз. Бізде қолдау аймағы болмаса, қарсылық аймағы болмаса, бағаның тек қана нисходящий либо восходящий кетіп баратса, онда ондай ситуацияны ешқашан қарастырмаймыз. Ол бізге минус алып келуі қаупі көбірек. Бізде бұл валютада мына жағынан қарайық. Мінекей. Когда мен сіздерге түсіндірейінші бір нәрсені. Және де бізде қазір мінекей. Бізде тренд куда? Тренд куда? Әрине нисходящий. Жақсы, нисходящий болды. Бізде мына жерде суппорт аймағы бар. Мінекей. Суппорт аймағына келді. Суппорт аймағына келді. Мінекей көтеріліп кетті. Көрдіңіздер ме? Келді, жетпей жатып көтеріліп кетті. Бірінен кейін бірі үлкен, то есть бірінен кейін бірі жоғары болды. Мінекей. Енді біз осы жерден біз лонг позиция қарастыра берсек болады. Үстіндегі қарсылық аймағына үшін. Когда баға өстіп, бірінен кейін бірі, то есть ой-ой, жарайды. Соткамен істеген қайсысы енді? Ноутбукпен, компьютермен істесем енді сіздерге точно түсіндіріп бершім. Мінекей. Бізде мына жер қолдау аймағы делік. Осы қолдау аймағынан көтерілді, түсті, көтерілді, түсті. Мені қарсылық аймағын бізде жарып өте алмады. Осы бір ендігі зеркальный остановкаға келіп, түсіп келсе, қолдау аймағына келіп, көтерілсе, және де бірінен кейін бірі жоғарылай берсе, өстіп көтеріле берсе, тренд өзгерді деген сөз. Мінекей, структура өзгерді деген сөз. Мінекей. Мына жерге қараңыздар. Қолдау аймағы ол не? Қолдау аймағына келді. Қайта қолдау аймағына жетпей жатып көтеріліп кетті. Біз мінекей. Қолдау аймағы, суппорт аймағы. Мына жерде зеркальный остановка. Біз қай жерден қарастырамыз сделкамызды? Әрине осы жерден қарастырамыз. Қай жаққа үшін? Резистанс аймағына үшін. Өйткені бізде бағада структураға қарайтын болсақ, бірінен кейін бірі жоғары. Сіздерге түсінікті болды деп үміттемін. Түсінікті болды деген үміттемін сіздерге. Енді тағы бірінің енді үйрете өтейін мен сіздерге. Бағада және де бізде ФФГ интересный зона деген аймақ бар. Оны біз қайтып табамыз, және де оны қалайынан белгілеп, точно қайсы ФФГ интересный зона екенін қайтып анықтаймыз. Мінекей, сіздер мына жерге қараңыздар. Мына үш свечаға қараңыздар. Үш свеча қандай? Үлкен қозғалыспен жүрген. Бұның бірінші, екінші, үшінші свечаның ортасын қарасақ, пустой аймағы бар. Мына жақта здесь тоже, мына жақта солай. Ортасында бос қалдыр кеткен аймағы бар. Енді сол бос қалдыр кеткен аймақтарды өстіп сызып аламыз. Не үшін? Чтобы сол аймақтарды кейін толтырады деген үмітпен, чтобы толтыруы негізінде ол толтырады. Былайша айтқан кезде толтырады. Мына жақта қарасақ, бізде зеркальный остановка бар.
зеркальный остановка бар. Енді сол зеркальный остановкадан бізде не істеген баға? Құлаған. Мінекей құлады. Тренд қайда? Тренд повышение болса да, ол құлады. Не үшін құлады? Өйткені бағада тұрақтылықты орнату үшін осы бір интересный зоналарды екі зонаны толтырып кету үшін бағада тұрақтылықты орнату үшін құлады. Ол сол бір зеркальный областы жарып өте алмады. Жарып кетпеді былайша айтқанда. Если сол аймақты жарып кетуге болушы еді, қай кезде осындай ФФГ интересный зоналар болмаса, ФФГ интересный зона болмаса, бізде осы жерден тренд үстіге лонг позицияға кете береді. Восходящий тренд жалғаса береді. Чтобы сол восходящий трендтен осы жақтарда немесе осының үстіңгі жағында здесь тоже не қалдырушы еді? ФФГ интересный зона аймағын обязательно қалдырып кетуші еді. Чтобы келесі жолы сол аймақты толтырып, тренд өзгеріп, сол тренд восходящий трендтен нисходящий трендке ауысу үшін сондай ФФГ интересный зоналарды қалдырып кетуші еді. Бірақ бізде осы жерден қалдырып кетті. Мінекей. То есть ФФГ интересный зонаны осы жерден қалдырып кетті. Біріншісі, алдынау, екіншісі мінекей. Көрдіңіздер ма? Осы екі ФФГ интересный зонаны толтырып, және де ол аймақтарды жарып өтіп, бізде трендті не істеді? Ауыстырды. Восходящий трендтен нисходящий трендке шейін ауыстырды. Және де қарайтын болсақ, мына жақтағы ордер блокқа шейін бірақ жалғастырды. Ордер блок дегеніміз не? Енді мен сіздерге соны түсіндірейін. Ордер блок дегеніміз міне. Қазір мен сіздерге ордер блокқа шейін мінекей өз жолын уверенный түрде жалғастырды. Сіздер осы жерден лонг позиция қарастырсаңыздар, то есть шорт позиция қарастырсаңыздар, мінекей осы жерден жарып өтті, осы жерден шорт позиция қарастырсаңыздар, уверенный түрде плюсқа шығушы едіңіздер. Мінекей. Ал енді ордер блок дегеніміз не? Соны түсіндіріп өтейін сіздерге. Ордер блокты қалай табамыз? Қайсысы ордер блок болады? Бізде мінекей баға жақсы түсіп келді. Мінекей түсіп келді. Және де осы бір аймақтан бізде покупательдер шықты, мықты покупательдер шықты. Мінекей. Мынау кішігірім покупатель болса да осындай қалдырып кетеді өзі арнайы. Және де одан келесі свеча уверенный түрде бізде не істейді? Үстіге жалғастырады. Осы аймаққа келеді, ордер блокқа келеді, қайттан үстіге кетіп қалады. Ордер блокқа жетпей үстіге кетіп қалды. Сөйтіп ордер блокқа жеткен сайын бізде үстіге қарай кетіп қалады. Лонг позиция қарастырсақ болады сол жерден. Бұл жерде не үшін лонг позиция кетіп қалады? Өйткені ордер блок дегеніміз ол бағаның белгілі бір минимумы ғой, былайша айтқанда. Сол минимумды бізде не істейді? Минимумды жарып өте алмайды. Міне көріп отырсаңыздар, бізде мына жерде не істеген? Минимумды жарып өте алмаған. Мінекей. Мына жерде продавецтер шыққан, мықты продавец. Но бірақ баға өз жолын үстіге қарай жалғастырып кетті. Осы жерде үлкен теласын қалдырып кетті. Бағанаға айтқан свечаны қалдырып кетті. Және де свеча слабый болып қалды. Объемдар жарайды, объемдарға қарамайды, бәрібір ол кезде. И келесі свечадан бастап не істеді? Бізде лонг позиция жалғастырып кетті. Уверенный түрде. Ордер блок дегеніміз мінекей осы. Түсінікті болды деген үміттемін. Бүгін кішкене ауырыңқырап тұрмын. Енді сөзім дұрыс болмай жатса ренжімеңіздер.
бірақ аяғына шейін тыңдаңыздар, өйткені бұл сіздерге пайдалы болады. Бұл жерде бағада объемдар бұл жерде бірден кейін бірі төмен болса да лонг позиция жалғастырып кетті. Өйткені бұл жерде ордер блок бар, және де трендтің өзгеруі бар, және де бұл жерде жарып өте алмауы бар, трендті жалғастырып кете алмауы бар. Сол үшін баға трендті өзгертіп, восходящий тренд жасады. Баға осылайынан жұмыс істейді, міне. Восходящий трендтен нисходящий тренд, то есть нисходящий трендтен восходящий трендке ауысады. Восходящий трендтен нисходящий трендке ауысады. Баға сөйтіп өз жолын тұрақтылықпен жалғастырып отырады. Белгілі бір бағада тұрақтылықты орнатып отырады. Бізде чисто тек қана бізде нисходящий тренд немесе восходящий тренд бізде никогда жалғаса бермейді. Оның да бір белгілі бір тоқтайтын уровендері, аймақтары болады. Сол аймақтарды біз таба алсақ, және де біз практика жүзінде істеп көрсек, бізге түсінікті болады. Өте қатты түсінікті болады. Біз уже үйренісіп аламыз. Сіздерге айтарым, сіздер осы салада, немесе басқа салада болсын, бір бастаған салаңызды аяғына шейін жеткізіңіздер. Мына жерде сіздер бастадыңыздар ма? Мінекей. Мына жерде сіздер бастадыңыздар деп ойлайық. Сіздер осы жерде құлайсыздар. Тағы да құлайсыздар көтеріліп кеп. Орындарыңыздан тұрасыздар да қайттан құлайсыздар. И білімдеріңізді тоқтатпай көтерілесіздер. И бірақ қайттан құлайсыздар. Сөйтіп келіп сіздер бір нәтижеге жетіп, бәрін түсініп, біліп, сіздер не істейсіздер? Өте бір биік шыңға жетесіздер. Сіздердің мына жерлеріңіз, сіздер мына жерден бастадыңыздар, міне. Осы жерде бастадыңыздар. Сіздер қанша құласаңыздар да сынбасаңыздар, өздеріңіздің өте баратын мықты нәтижелеріңізге жетесіздер. Тек қана сіздер құламауларыңыз керексіздер. Қанша қателессеңіздер де құламауларыңыз керексіздер. Сонда сіздер бір жақсы нәтижеге жетесіздер. Мен сіздерге сенемін. Және де мен бірдеңе айтқым келеді. Сіздер постоянно практикада болыңыздар, дәптерге жазыңыздар қателіктеріңізді. Дұрыс болса да жазып отырыңыздар. Журнал жазыңыздар. Дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар. Мен лонг позиция қарастырдым, не үшін лонг позиция қарастырдым, осы себепті лонг позиция қарастырдым деп жазып отырыңыздар. Сонда ғана сіздерде бір нәтиже шығады. Және де бір күшті нәрсе айтқым келіп тұрған, бірақ ұмытып тұрмын. Жарайды. Сіздермен түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздермен болған саят, сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.